Енді Зеленскийдің осы жолы Орта Азия басшыларын сынауы халықаралық медиаларда кетті енді. Зеленскийдің осы кезде не айтса да, не жазса да, онысы қазір бірден халықарадағы үлкен геосаяси орталықтарда талқыға түседі. Бірден Зеленскийдің көңіл күйі, киген киімі, енді ол негізінен әскери форма киіп жүр ғой. Бәрі. Бірақ сайда саны жоқ, құмда ізі жоқ. Халықарада әйтеу жаңағы қатарда ғана бар болып жүрген Орта Азияның мынау сілімтік, мәскеушіл, орысшыл, орыс құл, соңғы кезде Қытай құл болып жатқан басшыларын Зеленскийдің мүбәрәк аузына ала отырып, оларды сынауы. Осы жолғы соғыста олардың мәскеушілдігі сынауы бұл үлкен жақсылықтың белгісі. Бұлар балансты сақтай алмады дейді. Бұл жерде мен неге бұны айтамын? Біріншісі, бұғанға дейін Мәскеуге барып Путинге сен құдайсың деп жағымпазданып қайтады Орта Азияның сілімтіктері. Ішінде бұрынғы Назарбаев та бар, қазіргі Тоқаев та бар. Сен құдайсың, сенен басқа құдай жоқ деп қайтады. Қысқасы, Путин жаңағы табанымды жала десе жалайды бұл сұмырайлар. Сосын Еуропа мен Америкаға барып енді, ойбай, біздің Ресеймен бірденке мың ортақ шекарамыз бар. Біз жаңағы Шығыс Еуропа емес, біз Латвия, Литва, Эстония емеспіз. Біздің Қытаймен 1700 шақырым жеріміз бар, Ресеймен бірденке 1000 шақырым шекарамыз бар. Бізді сіздерде қорғай алмайсыздар, біз теңізден ең алыспыз, теңізден бізге қолдау жоқ. Біз жер бетіндегі ең жаңағы алыс құрлықта жатқан елміз, ойбай деп, бұлар жаңағы Еуропа мен Америкаға барып, өздері мүсәпірсиді. Қазақтың бір керемет сөзі бар ғой, мүсәпірсиді. Мүсәпірсу деген не? Өздерін бір бейшара ғып, шарасыз ғып, біз осы Мәскеуден құтылғымыз ақ келеді. Осы сіздер мақұл десеңіздер, ертең ақ бір секіріп, демократияға жаңағы ауылса қойып батыстық демократия орнатқымыз келеді. Бірақ біздің халқымыз, мына бәленбай орыс бар. Орыс пен Қытайдың бізге деген мынандай ықпалы бар. Айбай дейді. Міне сөйтіп бұлар батыстың алдында жаңа көздерін өтіріктен сығымдап, жаңа сайқалға тұңғысып, мүсәпірсиді. Сөйтіп батыс қайтады, біз ақырын демократияға келе жатырмыз ғой, міне. Анау дейді, мысалы. Мысалы, осыдан 2 жыл бұрын Қазақстанның дипломаттары бір Америкадағы бір халықаралық жиналыста бейресми тұрып, ол жиналысқа шақырылмаған адамдар келіп, жаңа сол жиналыстың негізгі адамдарына Серікжан деген оңбаған, Серікжан деген арандатушы, анау деп кеткен. Әлгілердің бәрі мысқылдап күлді. Кейін бұл мәселе үлкен орталарда талқыға салынды. Мысалы, Нью-Йорктағы Қазақстанның елшіліктегі қызметкерлері Серікжан қайда тұрады, онымен кім араласады, жаңағы оның жолдастары кім, бәрін анықтаған. Сосын ол адамдардың аттары біз тарапынан құзырлы мекемелерге берілді. Америка тарап оларды кез келген уақытта, мысалы, олардың қылмыстарын таразыға салады. Әрине олар менің таратқан мәлімдемемнен кейін бірден олар қызметінен шеттетілді, кетті. Мысалы, жалпы бұл сұмырайлар батыстың алдында мүсәпірсіп орысқа барып, шын мәнде жоқ, батысты біз алдаусыратып жүрміз. Нақ құдайым сенсіңдер дейді қысқасы. Біздің Орта Азияның сілімтіктері өстіп айтады. Зеленский осы арқылы халықараның назарын, Орта Азияның сілімтіктерін сынау арқылы халықараның назарын Орта Азияға бір алды. Мен кеше Зеленскийге хат жазып жібердім. Сіз ойламаңдар, ойба, мына Серікжан қайтып хат жазды. Сен де жаза аласың. Twitter деген зат бар, қазір X платформасы деп аталады. Сол Twitterға кірде, Володимир Зеленский деп іздесең, соның аккаунты шығады. Соның жеке аккаунтының хат жазатын бөлім бар. Бітті. Telegram бар. Оның жаңағы президент Украина президентінің баспасөз орталығы бар. Бәріне жаза аласыңдар. Сондықтан Қазақстанның Ресейді жарым-жартылай ашық-ашкере қолдап отырғандығын әшкерелеп барлықтарыңыз украиндықтарға қатты түсіре бергендеріңіз абзал. Себебі бүгін Зеленский, ертең бір министр, оның арғыны бір баспасөз хатшысы, оның арғыны біреу біздің мына сілімтіктерді халықараға әшкерлей берсе, қазір бүкіл дүние жүзінің назары Украинада тұрған кезде бұл бір өте қолайлы сәт болған. Сондықтан мына біздің ресейшіл, қытайшыл биліктің мына Қорғас кедені, Майқапшағай кедені, Бақты кедені, мынау жаңағы Сонжыдағы кеден, тағы басқа кедендер арқылы мына
Қытайдың әскери тауарларын Ресейге жеткізіп жатқандығын әшкерелеп тастау керек. Фотосын фотолай, видеосын видеолай. Әркім, әр қазақ, әр қарапайым қазақ, әр таксист, әр шопыр, әр КамАЗдың шопыры, әр кеденші, әрбір жолдағы соны көрген, дәлел болған адам менің атым мынау деп қала беру керек. Оның бәрі оларға куәгерлік есебінде қаралады. Сіз ойламаңыз, сіз бір міндетті түрде мынау советтік жүйе бойынша сен бір лауазымды тұлға болсаң ғана саясатқа ықпал етесің деп. Жоқ. Кезінде Саддам Хусайнды соттағанда оның қанша күрдтерді қырғандығына қарапайым адамдар куәгерлік етті. Иә, менің бәлемді, менің түгенімді қырды деді. Сол бойынша Саддам өлімге үкім етілді. Міне, әңгіме осында. Бізге куәгерлік, яғни тестимониялар керек. Міне. Енді тағы бірі. Мысалы, Индия. Қазірге дейін Батыс Индияны Ресейден сауда саттықты тоқтатуға қанша күттесе де әлі тоқтаған жоқ. Индияны тіпті шақырды да. Мысалы, тағы кейбір елдер, мысалы, Ресейге жарылғыш оқ-дәрі жасауға керекті заттарды саудалап әлі жүрген, мысалы, бірақ ауыз жүзінде Украинаны қолдап қояды. Жалпы бүкіл дүние енді осы жолғы Еуропада болатын, осы соғыс туралы әлемдегі ең ірі осы үлкен бір жиналыста қағекке жарады. Бір пәтуаға келеді. Енді ортада жаңағы ешкіні апа деп текені жезде дейтіндер, мысалы, біздің сұмырайлар сияқты. Олардың күні бітті ау. Тағы бір үмітті дүние. Ол бұғанға дейін осы Мәскеудің, Ресейдің ықпалындағы елдерге батыста, былайша айтқанда, онсыз да сен Мәскеудің құшағындасың ғой, мен қаттырақ қыссам, онан арман құшағына тығыла түсесің деп, оларға тек қана өзіне бергел деген ишарамен ғана келді. Енді осы әлем қағекке айырылып, Орыс, Қытай, Иран, зұлымдық одағы қосылған солтүстік Корея болғанда, Орта Азиядағы 5 сілімтікке де не ары тұрасың, не бер тұрасың деген ультиматум айтылады. Сол кезде Құдай біледі, бұларды тасталқан шығару. Мысалы, солтүстік Кореяда идеологиялық тұрғыда немесе халықты қозғап бірден істей алмайды. Иранға да солай. Мысалы, бірақ мына Орта Азиядағы 5 сілімтікті сол кезде олар сәнге саусағының ұшымен аударып төңкере алады деп ойлаймын. Алдағы Еуропада болатын осы Орыс-Украин соғыс туралы халықаралық үлкен саяси жиналыс, бұл біздің құлдықта жатқан, әлі де фейк тәуелсіз ел болып отырған, Орыстың құлы болып отырған, соңғы кезде Қытай құл болып отырған Орта Азияға, жүйеден Орта Азияның көшбасшысы Қазақстанға үлкен бір саяси орай деп білемін. Қазақтар ол үшін саяси сауатты болу керек. Әрбір қазақ, әрбір қарапайым қазақ, әрбір қара жұмысшы, әрбір шаруа қазақ саяси сауатты болу керек.